Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін наурыз көже пісіреміз. Алда наурыз мейрамы келе жатыр. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын, ақмол болсын, ұлыс оң болсын. Енді бұл көжені дайындау үшін мендегі жылқының еті, сүрленген ет, сәбіз, пияз, чеснок, маш, кішкене ғана перловка, сосын жүгеріні суға қайнатып жартылай пісіріп алып, мен қатты пісірген жоқпын. Жартылай пісіріп алдым да, енді қызып тұрған майға етімді қуырып алам. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Етті қуырып алып, үстіне чеснокты саламын. Чеснокты шамалы 1-2 минут қуырып аламын да, турап дайындап алған пиязымды салып, тағы 1-2 минут қуырып алам. Енді қыздар, енді бұл наурыз көжені әртүрлі қылып пісіреді негізінде. Мен осылай пісірем. Және осы рецептпен сіздермен бөліскім келіп отыр. Сосын сәбізді салып, тағы да 1-2 минут қуырып аламын. Енді жаңағы машты, перловканы, жүгеріні бәрін салып, бір қуырып алам. Осылай бір қуырып алып тамақты жасаса өте дәмді шығады. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Жүгеріні салып, және кішкене қуырып аламын да, үстіне су құйып, суын сәл молырақ қылып құямын. Өйткені мынау жүгері, маш, перловка бәрі піскен кезде ісініп, қоюланып кетеді. Сол себептен суын көбірек құямын. Енді қыздар, ішінде крупалары піскеннен соң, үстіне осы кішкене лапшаны салып жібердім. Суын тым көп құйып қойдым ау деймін, что-то сұйық болып қалды. Сол себепті үшін осы лапшаны салайын дедім ішіне. Кішкене лапшаны қайнатып пісіріп аламын. Мінекей тамағым дайын болды. Өте керемет, дәмді. Енді айранды бұл жерде әр кісі өзінің қалауымен қосып алатын болады. Мен айранды бүкіліне қосқан жоқпын. Осылайша жылдам-жылдамдатып наурыз көжені дайындап жіберуге болады, қыздар. Астарыңыз дәмді болсын, мереке құтты болсын. Каналымда менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.